Құрметті әріптестер, біз бәріміз ата-анамыз. Енді мынаның ішінде сұрақтар бар. Маған 2 ер ата-ана, қалған 4-еуі ана болса болады. Осы сұрақтарды алып, өзін қараша берейін, иә, әке, бақтағай сізге. Жоған бақтағай, оқып жауап бер. Бұл ата-анамен ситуациялық сұрақтар. Осындай жағдай болған кезеңде сіздер не істеп едіңіздер? Ал, қандай? Сізге келгенді? Аяулы ана екен, аяулы ана. Балаңыздың өнері қандай да бір іске қызығушылығы, бейімділігі байқалса не істер едіңіз дейді. Мысалға, менің үлкен ұлымның медицинаға хабары бар еді. Тура соған бағыттап, бағдарлап, өзін тура сол медицинаға түсіріп, фельдшерді бітірткізіп, қазір ауылдан іздеп жүріп укол салдыратын маман иегері болды. Керемет. Ардақты ата. Баламен сөйлесе білу сізге өнер. Мысалы, күн неге қараңғы, күн қайда кетті, ұшақ қалай ұшады деген сияқты талқылайтын сауалдар көп. Сіздің балаңыздың осындай сұраққа қоятын болса, жауап беруге тырысасыз ба, әлде елеусіз қалдырасыз ба? Мен бұған қосыламда сұрақтарын көбейтіп, шамалы әлемді әуелдерім. Керемет, рахмет. Ағарай. Қамқор әке. Аяулан, Балаңыз қандай да бір теріс іс-әрекеттерін көрсетсе, сіз қандай шара қолданасыз? Сөздің құдіреті керемет қой. Ол ұрсып айтқаннан жай сөзбен отырсың, егерде баланы жасырып жүрсін. Ол өзіңмен өлчетте, ондай қысып қойып, ұсталда Разный банда қойыңыз. рахмет. Ағарай. Балаңыздың тәртіп жайлы білгіңіз келіп, мектепке келіп тұрасыз. Сынып жетекші сізді қатулы қабақ, ашулы күймен қарсы алады, сіздің әрекетіңіз. Енді сынып жетекші ашуланып тұрса, мен де бірден ашуланбаймын, мән жайды білмей жатыр. Алдымен қал жағдайын сұрап, амандасып, жағдайды біліп, ол кісінің ашуын басуға тырысамын, және де ары қарай баламды дұрыс тәртіпке саламын деп уәдемді беріп, баламды дұрыс тәрбиелеуге тырысамын. Негізі маған арналған екен күшті кеттім, точно былай дейді. Сізге мектептен сынып жетекші сіздің балаңыз басқа балаларды ұрады деген бірнеше шағым айтылды. Тағы бір көрші ата-аналардан сіздің балада ұрады деген сөз есту тура келді дейік. Не істейсіз, балаңызды қалай тәрбиелейсіз дейді. Енді бұндай жағдай болған жағдайда негізі мен бірінші сынып жетекшімен, мұғалімдермен байланыс жасайтын. Себебі бала бірден болмайды ғой. Мүмкін оның жаңағыдай энергиясы көп шығар, соны жаңағыдай баланы сол тәрбиеге жолға түсіру үшін көптеген жұмыстар беру мүмкін, немесе өзінің деңгейіне байланысты тапсырмалар беру сияқты сондай нәрселермен айналысып, осы бала тәрбиелеудің көптеген осындай кеңестерін ата-аналарға түсіндіретін